Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін мен өсек туралы бір тақырып қозғап отырмын. Бұл видеомды көрсеңіздер, өздеріңізге керекті пайдалы ақпараттарды ала аласыздар. Неліктен керекті ол? Мысалға, біз өзіміз байқамай, кейде әдейі біреудің сыртынан өсек айтып, жаманаттық қылып бір өзіміз көре алмаушылықтан болуы мүмкін, жек көруден болуы мүмкін, бір арадағы дұрыс түсінбестіктен де болуы мүмкін. Біреуді жамандап қоямыз. Соны қандай зияндары бар, оны қандай жағдайға душар болуы мүмкін, оның арқасында сол жайлы айтайын. Өсек айту біреудің жеке өмірі, мінезі немесе әрекеттері туралы дәлелсіз, көбінесе теріс немесе жағымсыз ақпараттарды тарату. Бұл әрекет көбіне басқа адамдардың артынан айтылып, адамның беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. Бұның өсектің зияндары адамдар арасында сенімсіздік туғызады, достық қарым-қатынасты бұзады, қоғамда жаман атмосфера орнатады, жеке адамның намысына тіл тигізіп, ренішін тудырады. Өсекке қарсы тұру үшін ешқашан біреудің артынан айыптауға болмайды, біреудің жеке өміріне араласуға болмайды, ақпараттың шын өтірігін тексермей таратуға болмайды. Өзгелерді де өсектен тыю керек. Қызығы, қазақ халқында өсек өрге сүйремейді деген нақыл бар. Бұл өсектің еш пайдасы жоқ екенін білдіреді. Өсек айту моральдық жағынан айыпталатын әрекет, бірақ Қазақстанда және көптеген елдерде өсек айту өзі жеке қылмыс ретінде заңда көрсетілмеген. Алайда өсек арқылы адамның абыройы мен беделіне нұқсан келсе, ол заңды жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Қазақстан Республикасында өсекке қатысты қандай жаза бар? Өсек жала жабу немесе жеке басқа тіл тигізу ретінде бағалануы мүмкін. Бірінші, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 133 бап жала жабу, яғни адам туралы жалған ақпарат тарату. Жазасы айыппұл, қоғамдық жұмысқа тарту немесе түзету жұмыстары, тіпті бас бостандығын шектеу болуы мүмкін. Екінші, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 73 бап қорлау, яғни адамның ар-намысына тіл тигізу немесе дөрекі сөйлеу. Жазасы ескерту, айыппұл салу, кей жағдайларда жауапкершілікке тарту болады. Қысқаша айтқанда, егер өсек жеке адамның намысына тиіп, жалған ақпараттыққа негізделсе, онда ол жала жабу немесе қорлау ретінде заңмен жазаланады. Өсек айту үлкен күнә. Бұл барлық діндерде, әсіресе исламда ауыр күнәлардың бірі болып саналады. Бұл аяттарда өсек айту өлген адамның етін жеумен теңдей жиіркенішті дейді. Өсек айтудың рухани зияндары бар екен. Ол бірінші, жүректі қарайтады екен да. Екінші, жаман ниет пен қызғанышты арттырады екен. Үшінші, адамдардың арасына от салады екен. Төртінші, ақыретте жауабы ауыр болады екен. Ал соны қорытындылай келе, өсек тек әлеуметтік мәселе емес, рухани дерт. Сондықтан одан аулақ болып, біреудің кемшілігін емес, өзімізді түзетуге ұмтылған дұрыс екен. Мен сіздерге осы өсек туралы бір аңыз айтып берейін. Өсекші кемпір туралы. Ертеде бір өсекші кемпір өмір сүріпті. Ол өте сөзге үйір, өсек айтуға әуес бір кемпір болыпты. Таң атысымен ол ел ішін аралап, біреудің отбасын жамандап, біреудің баласын жамандап, біреудің байлығын айтып, еш тыныш жүрмейді екен. Бір күні ауылға жолаушы қарт, дана кісі келіпті. Халықты жинап насихат айтыпты. Өсекші кемпір де келіп, оны сынап көріпті. Дана қарт сұрапты өсекші кемпірден: «Өсек жайлы не ойлайсың, апа?» депті. Кемпір күліп: «Ой, қойыңызшы, мен тек шындықты айтамын» деп жауап берді. Сонда қария: «Онда маған бір қызмет атқарып берші. Мына жастықты ал да жел соғып тұрған төбеге шық. Жастықты жыртып, ішіндегі барлық құстардың қауырсынын жан-жаққа шаш. Сосын бәрін жинап әпкел» дейді. Кемпір жастықты жыртып, қауырсынды шашады.
бірақ кейін қанша тырысса да ұшып кеткен қауырсынның бәрін жинай алмайды. Сонда қарт: «Міне, өсек те дәл солай. Сен бір ауыз сөз айтасың, ол желмен тарайды. Бірақ кейін мың кешірім сұрасаң да бәрін қайтарып ала алмайсың» депті. Бұл келген дана қарт кісі бұл өсектің ертең ақыретте жауабы ауыр болатынын түсіндіріп айтыпты. Себебі Алла әр пенденің несібесі мен беделін өлшеп беріп қойған екен. Сол Алланың берген несібесіне қарсылық жасап, жамандық тудырып, қиындық тудырған адамды ертең ақыретте үлкен азап күтіп тұрғанын түсіндіріпті. Сол күннен бастап кемпір ешкімнің сыртынан сөз айтпауға уәде беріпті, өкініп қалыпты. Мінеки достар, өсек жайлы да біліп алдыңыздар. Ол өсек айтқан адам заң түрінде де жауап береді екен, және де ақыретіне де ауыр күнә арқалап кетеді екен. Дәл осы тұста өсек етпе, тәубе ет деген қазақ нақылы еске түседі екен. Бұл терең ой салып, адамды өз-өзіне қарауға, түзелуге шақыратын нақыл екен. Бұл сөздің мағынасы: өсек етпе, біреудің сыртынан сөз айтып күнә жинама. Тәубе ет дегені қателігіңді мойындап, Алладан кешірім сұра, жақсылыққа бет бұр деген екен. Менің арнама жазылып, осындай пайдалы ақпараттарды көріп отырсаңыздар, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.